Сәлем достар! Кукадика каналына қош келдіңіздер. Сәлем. Асланчик, привет! Сәлем. Достар, бізде бүгін кезекті ешкі серуен. Біз Араситимолға келдік. Қазір дискимерге соғып, Асланчикке памперс, кашалар алатын боламыз. Вайкикиге келдік. Қазір біз Бегімге рубашка көрейін деп жатырмыз. Футболка дейсің ба? Қандай ма? Скидка болып отыр екен, иә, еще? Қайсысы мынау ма? Ой, анау ма? Размері неше бұның? L размер дейді, М шығар керегі? Дәу екен, иә. Қоя салайық орнына. Мындай ше ұнамай ма? Қайсы? Мама? Excel дейді. Көрейін ба ашып? Үлкен ба? Excel. Үлкен болады. Орнына қоя салайық. Вайкикидің ішінен біз Бегімге келетінде размер тапқан жоқпыз. Үшілікта выборда жоқ екен. Жібек жолының ішіндегі Вайкикидің ішінде выбор көп еді. Араситимолдың ішіндегі Вайкикиде онша выбор жоқ. Мынау Террапро дегенде френде отыр. Аша. Сондай сияқты bude. Атасы қатты сияқты, иә? Мына көйлектер. Қойшы маған ұнамайды. 30 жаман ғой. Ұнамайдылар. Ja, көріп отырмын. Яқтан болатын сияқты саған. Көреміз бе? Мына жақта біз Бегімге парфюм таңдайын деп жатырмыз. Мына жақтан иістерін қазір көреміз. Парфюмдарды да көрдік. Бегімге ешқайсының иісі Бегімге ұнамайды. Енді әрі қарай Магнумға қарай барып жатырмыз. Мына жақта машиналар бар екен. Ой, отырмай ма десем, отырып отыр ғой. Асланға мына машина ұнаққан сияқты.
Біздің Асланға машина ұнап қойған сияқты. Енді папасы көрсетіп жүр Асланды. Асланға ұнап жатыр мына машина. Енді Магнумға кірдік. Шөлдеп кеттік. Сау болайықшы. Неқті айтпақшы, ойыншық көрейік та Асланға. Я? Ар жағында ма? Атыс көру керек. Детский набор. Ол ше үлкен балаларға арналған, ол ойнамайдасың. Мына мына машина ше? Ана машина тұр. Жоқ, ондаймен ойнамайды. Слишком кішкентай екен. Не то, что без жіберуге. КамАЗдар тұр екен, я. Я, мынандай көректі айтпақшы, осындаймен ойнайды ғой Аслан. Күшті, қолға ілінеді екен. Білмеймін. Аслан қайсысын айтсаң, айтшы. КамАЗ ұнай ма? Қолына берейік, көшкі таңдайды ғой өзі. Андай ұнай ма, әлде андай ұнай ма? Аслан айта қойшы, трактор ұнай ма? КамАЗ ұнай ма? Қайсысын айтқа таңдай ғой? Айта ғой, қайсысы? КамАЗ ұнап тұр ғой, қарасы. КамАЗ аламыз ба саған? КамАЗ алайық онда. Орнына қойып қояйын. Ұнамайды ма? Ұнаған жоқ. Күшті. Доп аламыз ба? Бағасы барын алайық та айтпақшы, я. Бағасы барын алмасақ алдындағыдай. Ценник керек. Білмеймін. Мындан да біреу тұр неқта. Штрих-коды бар. Жағынан бұл жақта бағалары. Арасетим ол Магнум болғанмен. Қол жетімді екен бағалары. Не? Банный бас киім ба? Очки. Кәні? Кекошкан? Зеркальный ма? Ойыншықтардың арасына кірсең ше, бәрін алғың келіп кетеді ше. Бірақ Асланчик онымен ойнай бермейді көбінесе. Асланчикке қолға ілінетін, ұстайтындай нәрсе керек. Көзі қызығатындай. Енді мына жақта памперс жақтарға келдік. Памперс аламыз Асланға. Памперсті алдық. Яқта кашалар бар екен. Аслан жейтін кашалар бар ма екен, көрейік. Так, Алтай плюс мультизлаковая каша дейді. Бізге керегі қандай? Овсяная каша. Қандай бар осы? Так. Ой, қаққа кетіп қалдыңдар. Кашамызды алдық. Так, агуша лайын Асланға.
агуша ұнайды біздің Асланға. Енді жоғарыға көтеріліп бара жатырмыз. Екінші этажға келдік. Біз негізінде памперс пен каша екеуін детский мерден аламыз ба деп ойлаған тұғымыз. Бірақ Магнумда, чем детский мерға қарағанда бағасы төмендеу екен. Бағасы әрі тиімдірек. Сөйтіп біз Магнумнан алдық. Мына жақта Бегім мырза спортмастерге кірді. Біздің Бегім мырза андай гантельдердің любителі ғой. Неше килограммда? 10 килограмм. Ауыр? Ауыр екен, иә? Бағасы қанша екен мақта өзі? Бағасын көрдің ба? 10 килограмм. Бағасы... Айтпақшы ол сияқтан трико, иә, трико сияқты да бар ғой. Қайсы, мынау ма? Мыналар ма? Мынаны айтып тұрсың ғой айтпақшы, иә? Қалың екен. Жазда киетін емес бұл. Осындай шалбарларын айтсаң, иә? Көйіп қойсын дейін ондай шалбар. Қош алмай қош ондай. Өзімді де көрсетіп қояйын. Деп. Біз өнер жүйге келдік. Қасқа Бегім бургер жейін жатыр. Өнер жейін жатырмыз. Ал бізге ас болса Аслан ойнап отыр. Бүгінгі серуеніміз күшті өтті. Бір жағынан қыдырдық, бір жағынан донер жегенге жүреді. Көптен бері жарыны донер жегіміз келген донерімізді жеп алдық. Жағынан Асланға еще біз ойыншық алғымыз келген. Уақыт болмай жүрген соны алуға. Асланчиктің де ойыншығын да алдық. Бүгінгі күшті серуен үшін шүкір. Бегім мырзаға рахмет. Достар, сіздерге қалай біздің видео ұнады ма? Бүгінгі біздің кешкі серуеніміз маған өте қатты ұнады. Асланчикке де ұнады. Я, Аслан. Ал достар, біздің видеомызға комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.